Бәріңізге сәлем, менің есімім Яков, мен ерекше қабілеті бар адаммын. Мен шаршағанды сезбеймін, және де мүлде шаршамаймын. Мен басқаларға ұқсамайтынымды бала күнімнен білгенмін. Нақтырақ айтқанда, менің ата-анам мен дәрігерім. Олар мені гиперактивті бала деп атады. Мен былай да былай қайта-қайта жүгіре бермеу үшін, ең болмаса шамалы болсын демалып отыру үшін дәрі де берді. Мен мектепке барғаннан кейін менің нерв жүйелерім өзгерген емес. Мен жай ғана басқа адамдарға мүлде ұқсамаймын. Мен өзімді сыныптастарыммен салыстырып қарайтын болсам, мен мүлде шаршамаймын. Дене шынықтыру кезінде олар 1 километр жүгірген кезде, олар өте қатты шаршап отыруға дайын болатын. Ал мен болсам осындайдың тағы 10-ын жүгіріп, мүлде шаршамайтыныма сенімді болатынмын. Артынан мен спортқа қатыса бастадым. Бұл ойда маған ата-анам салған болатын. Осылайша мен өзімнің энергиямды спортқа жұмсап, қарапайым уақытта әдеттегі адамдар секілді болады деген ой болды. Сол кездегі менің жаттықтырушымның және де ата-анамның эмоциясын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өйткені мен спорттағы жаттығулар ешқандай шаршатпайтын, және де мен 2 сағат секірсем де, жүгірсем де ешқандай шаршамайтынмын. Осы кезде ата-анам маған спорт емес, медициналық көмек қажет екенін түсінді, бірақ та мен спортты жалғастыра бердім. Медициналық тексеріс кезінде мен барлық дәрігерлерді өте қатты таңғалдырдым. Олар менің тамыр соғысымды, жүрек қағысымды, тағы да басқа тексерістер жасау арқылы менің ерекше қабілеті бар адам екенімді айтты. Және де физикалық жаттығулар маған ешқандай әсер етпейтінін жеткізді. Физикалық жаттығулар маған әсер етпейтін болса, онда оның маған зияны жоқ. Көптеген жаттығулар жасау арқылы спорттан жетістіктерге жетсем болады. Бұндай қабілетім бола тұра, оны дұрыстап пайдаланбау ақымақтық болар. Мен өзімнің жаттықтырушымның сүйікті шәкіртіне айналдым. Және де көптеген жарыстарға, және де көптеген кубоктер мен медальдарға ие болдым. Облыс бойынша 1-ші орында болдым. Күндердің бір күнінде бұл жарыстардың барлығына қатыса берген маған өте қызықсыз болып кетті. Өйткені ол жарысқа бармай тұрып, бұл жарыста 1-ші орын алатыныңды білесің, бірақ та ол жарысқа қатысасың. Менің бөлмем кубоктар мен медальдарға толы болды, тіпті қоятын орын таппадым. Ендігі кубокты жоғарыға іліп қоятын шығармын. Мен сол сәтте өз-өзіме жарыс ұйымдастырдым. Жай әшейін ғана жарыс емес, нағыз барлығын таңғалдыратындай жарыс. Мен өте үлкен қашықтыққа ұзақ уақыт шаршағанымша жүгіріп көрмекші болдым. Бұл жарыс маған өте қызықты болды, өйткені мен шаршағанымша әлі жүгіріп көрмеппін. Мен бұның алдында ең көп дегенде 30 километр жүгіріп көрдім, бірақ ол кезде мен мүлде шаршаған жоқпын. Сол себептен де бұл 30 километрді 10 есеге үлкейтіп, 300 километр жүгіріп көрмекші болдым. Енді машина аз жүретін көшені таңдап, таныстарым мен туыстарыма айту ғана қалды. Мен ең бірінші бұл жайлы жаттықтырушыма айттым. Ол өте қатты қуанып кетті, өйткені ол бұл танымалдылыққа ие болатын мүмкіндігі еді. Ал ата-анама келетін болсам керісінше, олар менің бұдан денсаулығыма зиян келетінін айтты, және де болмайтын іспен айналыса бермеуімді сұрады. Мен өз сөзімде тұратын адам едім. Мен өзімнің денсаулығымды құртып алмас үшін өзімнің қаламнан басқа қалаға баратын жолды таңдадым. Осылайша мені ата-анам әрдайым көріп отырады, және де дәрігерлер денсаулығымды әрдайым тексеріп отырады. Олардың алаңдамағаны әрдайым мен үшін маңызды. Көптен күткен жарыс болатын күн болды. Жан-жағымдағылардың барлығы алаңдаулы болды, ал мен мүлде алаңдаған жоқпын. Өйткені дәл бұл сәттегідей ешқашан энергияға толы болмаған шығармын. Бір блогер маған жақындап, «Сен осы тұрғанда алаңдаулы емессің бе? Өзіңнің мүмкіндіктеріңе сенімдісің бе?» деп сұрады. Мен дәл сол сәтте өзіме өте сенімдімін, және де бұл күн тарихта қалатынын айттым. Жарыс басталып кетті. Мен жарыс басталар сәттерді ұната бермеймін, өйткені мәре сызығына дейін өте алыс. Ал менің жарысым аяқталуға өте ұзақ еді. Бұл жарыс мен үшін өте маңызды еді, өйткені бұл жарыс өте ұзаққа созылатын, бірақ қаншалықты ұзаққа созылатын білмедім. Менен әрқашан хал жағдайымды және де шаршамадың ба деп сұрайтын. Маған өте күлкілі болды. 50 километр өткеннен кейін қарным ашқанын түсіндім. Және де анам ұсынған бутербродты алып жеу үшін жайменірек жүгіру керек болды. Машинада келе жатқан дәрігер мені қақалып қалама деп алаңдады.
Олар шамасы менің тамыр соғысым өзгермейтінін ұмытып кеткен секілді. Ендеше мен тоқтаусыз бір уақытта тамақ жеп жүгіруіме болады. Мен 100 километрге жеткен кезде олар менен сен өзіңнің рекордыңды бұздың ғой, енді тоқтауыңа болатын шығар деді. Мен бірақта өзімнің басымды шайқадым. Мен бастаған ісімді соңына шейін жеткізетін болғандықтан соңына дейін жүгіруге кірістім. Менің жүгіргеніме 24 сағат өткен кезде менің ұйқым келді. Жай ғана ұйқым келген жоқ. Мен жүгіріп келе жатып ұйықтап келе жатырдым. Осы сәттерде менің басымда қандай да бір суреттер пайда болды. Дәл фильмдердегі секілді. Менің миым тіке келе жатқан қозғалысымды басқара алмай қалды. Менің қозғалыстарым жан-жаққа бұрылып, қисалаңдап кеттім. Дәрігерлер менің жарысымды тоқтатуымды сұрады. Ал менің анам болса, тоқта, тезірек тоқта деп айқайлады. Мен бұл сәттерде өзімнің жүгіруімді тоқтатпау керектігін түсіндім. Және де 30 минуттан кейін менің ұйқым кетіп қалды. Және де жүгіруімді жалғастырдым. Мен осылайша жүгіріп келе жатқан кезімде, дәрігерлер менің денсаулығымды тексерді. Дәл жүгіріп келе жатқан кезімде, егер де менің денсаулығым өзгерген болса, мен жарысты тоқтататыным жайлы келіскен болатынбыз. Бірақ менің денсаулығым жақсы болды, тіпті жүгірмей келе жатқан адамдардікі секілді. Ішім пысқан кезде достарыммен хабарласып, достарыммен сөйлесетінмін. Сіздер бұған сенбейтін шығарсыздар. Бірақ та менің тамыр соғысым, жүрек қағысым тоқтап тұрған адамдардікі секілді қалыпты болады. Сол себептен де тіпті музыка айтсам да болады. Және де достарыммен сөйлесіп болғасын музыка да айттым. Жүгіргеніме 40 сағат өткен кезде менің ұйқым одан сайын келді. Тіпті сол жерде ұйықтап қалғым келді. Сол сәтте өзіме, Якоб, артынан ұйықтайсың, өзіме уәде берем дедім. Және де жүгіруімді жалғастырдым. 70 сағат өткеннен кейін менің жүгірген қашықтығым 502 километрді құрады. Және де мен сол жерде құлап түстім. Басында мені барлығы өліп қалды деп ойлаған екен. Сол жерде дәрігерлер өзінің көмегін бермекші болған. Және де ата-анамның өмірі көз алдымнан өтті. Мен бірақ сол жерде ұйықтап қалған едім. Осылайша мен бір күн ұйықтадым. Және де оянған кезімде ауруханада жатыр екенмін. Мен сол сәтте өте бақытты болдым. Өйткені мен жаңадан әлемдік рекорд орнатқан екенмін. Сол сәтте мен жаңадан тағы да рекорд орнатуға кіріскім келді. Мен дәл сол сәтте жаңадан рекорд орнатуға дайын едім. Бірақ та мен анама жаңадан бұндай экстремалды рекордтар орнатпауға уәде берген болатынмын. Мен басында мені барлығы ерекше қабілеті бар адам деп айтады деп ойладым. Бірақ та олай емес екен. Журналистер жай ғана мені жарнама құралы ретінде пайдаланылған айтылған. Сонымен қатар, менің жүгірген қашықтығымды кез келген жеңіл атлет қайталай алады. Сонымен қатар, менің рекордымды бұзады деп жазылған. Шынымды айтсам, жаттықтырушы мені жарнамалаған кезде көптеген адамдарға танылғаным рас. Және де көптеген адамдардан ақшалай ұсыныстар келді. Бірақ не себептен олар кез келген жеңіл атлет менің рекордымды бұзалады деп айтты екен. Мені өтірік актер деп айыптады. Мені басқа адамдар ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортамдағы адамдарда мені өтірік актер деп айыптады. Бұл маған ғана емес, сонымен қатар менің ата-анама да зардабын тигізді. Сонымен қатар менің жеңіл атлетикаға қатысатын ең жақын досым, мен де сен секілді қашықтықты жүгіре аламын. Және де сенің алдыңда да бұндай қашықтықты жүгірген адамдар болды. Бірақ та дәл сен секілді танымал болып кеткен жоқ. Сен өз-өзіңді жарнамалау арқылы танылдың деді. Және менімен енді араласпайтынын айтты. Осыдан кейін менде депрессия басталды. Өйткені мен осы күнге дейін барлығыны өзімнің ерекше қабілетім бар екенін дәлелдегім келді. Олар менде ешқандай қабілет жоқ, және де мен өзімшіл екенімді жеткізді. Менің бұл танымалдылығым ата-анама да кесірін тигізді. Олар мен секілді бірдеңені дәлелдегісі де келген жоқ. Бірақ та мен олардың баласы болғандықтан оларға да кесірімді тигіздім. Анамның жұмысында жұмыстастары сен құбыжықты дүниеге келдің деп мазақ қылады екен. Ал әкемді болса жұмыстан шығарып жіберді. Әкемнің жұмысы танымалдылықты қажет етпейтін еді. Өйткені менің әкем әкімшілікте жұмыс істейді. Осылайша менің әкемнің қызметін асыра пайдаланып, мені жарнамалады деп жұмыстан шығарған.
Мен өзімді олардың алдында өте кінәлі сезіндім. Мен бұндай жағдай болатын білген кезде басқа адамдардың назарын өзіме аудартпайтын едім ғой. Сол кездерді қайтар алсам, қарапайым адамдар секілді спортпен айналысып, қарапайым өмір сүру арқылы жетістіктерге жететін едім ғой, спорттағы және өмірдегі жетістіктерге. Мен түсінемін, мен басқаларға ұқсамаймын, бірақ та олар өздеріне ұқсамайтын адамдардан өте қатты қызғаншақтық пайда болады. Осылайша қызғанудың кесірінен мен өзіме және де отбасыма өте үлкен зардабымды тигіздім. Осылайша біз отбасымызбен басқа қалаға көштік. Мүлде мені танымайтын басқа қалаға. Және де мен болашақта әскер болатын шығармын. Сол кезде ғана менің бұл қабілетімді дұрыс жағынан қабылдайтын шығар деген ойдамын. Алдағы болатын қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойып, қасында қоңыраушаны бассаңыз, жаңа видеоларды жібермей көресіз. Және де сіз секілді керемет көрермендеріміз көп болу үшін лайк басып қойыңыз.